Қайырлы күн баршаңызға, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын нанның рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Одан кейін оның үстіне 1 шай қасық тұз қосамыз, 1 шай қасық ашытқыға қосамыз. 2 шай қасық сұйық май мен 2 шай қасық қантты қосып, жылы су құйып илейміз. Сұйық майды соңында қосса да болады. Қамырды жұмсақ қылып илейміз. Онда көз мөлшерімен саламыз. Сіздер де солай үйреніңіздер. Қамырды илеуі қанғанша әбден илейміз. Сұйық май нанның жұмсақ болуына көмектеседі. Нандарыңыз міндетті түрде жұмсақ болып шығады. Осындай өте әдемі қамыр болады. Содан кейін 2 сағатқа ашытып қоямыз. Мінекей нанымыз әдемі көтерілген. Мен 2 нан жасадым. Екеуін 2 бөлікке бөліп саламыз да формасын жасаймыз. Формасын өз қалауларыңызбен жасасаңыздар да болады. Формасын жасап 10-15 минутқа қоямыз. Тағы әдемі болып көтеріледі. Бетіне құр жұмыртқаны жақсаңыздар да болады. Ештеңе жақпасаңыздар да болады. Мен жұмыртқаның сарысына біраз қасық сүт қосып, әбден араластырып, бетіне жақтым. 250 градуста қызып тұрған пешке қызарғанша пісіріп аламыз. Нан әдемі жұмсақ болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.